Жуырда Қазақстан, Ресей және Беларусь мемлекеттерінің басшылары біртұтас экономикалық кеңістіктің негізгі құжаттарын бекітті. Яғни президенттер Нұрсұлтан Назарбаев, Владимир Путин және Александр Лукашенко Евразиялық экономикалық интеграция жөніндегі декларацияға, Евразиялық экономикалық комиссия жөніндегі келісім шартқа және оның жұмыс мерзімі туралы шешімге қол қойды. Атап айтқанда, осы кеңістікке мүше бір елдің азаматы екінші елдің аумағындағы өкілетті органдардың тіркеуден өтпей-ақ 30 күнге дейін емін-еркін жүре алатын көрінеді. Мұның бірден-бір дәлелі жақында жерлесіміз Тұрар Омаров осы елдерді аралап қайтып, сол жердің қызықты да тарихи жерлерін түсіріп қайтып, бүгінгі фотокөрмені ұйымдастырып отыр. Сонымен алғашқы сөз кезегін Кентау қаласының әкімі Абдубақыт Мақұлбаев мырзаға береміз. Қарсы алыңыз. Құрметті кентаулықтар, мынау шынында да қазіргі бөлігі біздің Тұрар ұсынып отқан көрме бір алғашқы қарлығаштардың бірі сияқты. Өздеріңізге мәлім, жаңа айтты осыдан 20 жыл бұрын 1994 жылы Мәскеу мемлекеттік университетінің ғимаратында, соның қабырғасында біздің елбасымыз осы идеяны ұсынған. Евразиялық экономикалық одақ деген идеяны ұсынған. Ол кезде біз білетін болсаңыздар, мына одақ жаңадан құлдырап, сондай сепаратистік деп айтсақ та болады, сондай пиғылда көп кезде ол елбасының бұл ұсынысын көбісі ішінен қолдамаған, оған сенбеген деген. Бірақ өмір уақыт сол елбасының ойын, идеясының өміршеңдігін, соның шынайы екендігін дәлелдеп берді. 20 жылдан кейін биылғы жылда үстіміздегі жыл 29 мамырда Евразиялық экономикалық одақ жөнінде 3 мемлекет келісімге келіп, ресми түрде құжаттарға қол қойды. Міне шындап көрегендік. Ал енді біздің интеграция жөнінде біздің ата-бабамыз ертеден айтып кеткен. Бірігіп ел болу, бірігіп жұмыс жасау, өмір сүру бірігіп. Бұл әр уақытта пайдалы екен, ертеден біздің бабаларымыз айтып кеткен. Мына қазіргі экономикалық одақта 3 нәрсе еркін жүретін. Ол тауар еркін қарым-қатынастар бар, капитал, ақша еркін жүреді. Жұмыс ресурстары, еңбек ресурстары еркін жүреді. Экономиканың дамуы үшін бұл 3 фактор, ең маңызды фактор. Осы 3 фактор болған жерде экономика дамиды. Экономиканың дамуының негізі фундаменті тауар, сауда, саттықтың дамуы. Тауардың, капиталдың, еңбек ресурстарының еркін айналымы. Осы 3 мемлекетке де, соның қатысушы мемлекеттерге әр уақытта экономикалық пайда береді. Экономикалық пайда берсе, өсім берсе, халықтың әл-ауқаты жақсарады. Сондықтан біздің елбасымыздың бұл идеясының түпкілікті мақсаты, негізі сол. Мынау енді қазір 2015 жылдан барып жұмысқа іске кіреді бұл келісім. Соны бірақ қазірдің өзінде де бұған дейін біз кедендік одақ құрдық қой. Соның өзінде көптеген еркіндік, біздің кәсіпкерлерімізге еркіндік, азаматтарымызға еркіндік, мүмкіндік пайда болды. Кәсіпкерлікті дамытуға, гуманитарлық, мәдени қарым-қатынастарды нығайтуға, біз енді бұрында ондай қарым-қатынастар үш мемлекеттің арасында болған, соның жаңа деңгейін көтеріп, жаңаша дамытуға орасан зор мүмкіндіктер. Сондықтан Евразиялық одақтың болашағы зор, болашақ келешегі кемел. Енді бұның арғы келесі сатысы бірыңғай экономикалық кеңістік құру, единый экономический пространство. Бұл жөнінде де қазір үш мемлекет арасында осындай жұмыстар жасалып жатыр. Біздің енді мынау мақсатымыз барлығымызда осы Евразиялық экономикалық кеңестің, одақтың пайдасын, біздің қоғамға, біздің елге алып келетін мүмкіндіктерін насихаттау. Міне соның алғашқы қарлығашы мынау Омаров Тұрар. Өзі арнайы бастама көтеріп, оны осында жария етіп, содан кейін арнайы барып қайтып үш мемлекеттің астанасында болып, өмір тыныс-тіршілігімен танысып, оны жаңа келіп қазір бүгін фотокөрме ұйымдастырып отыр. Мен ойлаймын, тағы да осы қаланың түрлі санаттағы халықтарына бұл әлі паш етіліп деп ойлаймын. Сондықтан енді біз
енді тұрар әлі тарихшы мамандығы бойынша да бұл өте қызығушылық танытқан болар. Сонымен қатар әкімдіктің атынан арнайы алғысымды айтып, осы өзінің жұмысына, осындай ойларының жүзеге асып жұмысында нәтижесін бере берсін деп тілеймін. Әр уақытта алға ұмтылған жастың тілегі орындалады. Сондықтан тұрардың тілегі әр уақытта орындалып, еліне қызмет етіп, қаланың халқына қызмет етіп, біздің еліміздің алға жылжуына үлес қоса беруіне шын жүректен рахмет. Бүгінгі көрменің бас иегері Тұрар Омаров қала әкімінің алғыс хатымен марапатталады.